Менің атым әліпбек. Үйретемін әріпке. Оқу білім сұрасаң, барлық бала дәріптер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. А дегенім ана ғой, Б дегенім бала ғой. Меніменен достасып, білім нәрін ала ғой. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Уау әзірлер, қараңдаршы, үлкен мереке болғалы жатыр ғой. Көп қонақтар отыр. Бірінші сыныпта үлкен қуаныш екен. Әліппемен қоштасу ертеңгілігі болады деп естідім. Ой, неге тұрмыз? Патшамызға хабарлайық. Уау әзірлер, қараңдар, патшамыздың өзі-ақ келе жатыр. Уау әзірлер, ертегілер елінде не болғалы жатыр? Қымбатты патшамыз бүгін бірінші А сыныбының ертегілер еліне келіп, ән айтып би билейтінін, әліппемен қоштасатын сауаттарын ашып, әріптерді жаттап алғанын ұзын құлақтан естідік. Не дейді? Осыны кім ұйымдастырды? Кім екен, шақырыңдар. Мен рұқсатымсың, неге әліппемен қоштасқалы жатырсыңдар? Білім патшасы, кешіріңіз, сіз бүгін бізді тоқтата алмайсыз. Менің достарым сіздің еліңіздегі барлық әріптерді танып, біліп, үйреніп, жазып, оқи алатын жағдайға жетті. Осы қуанышымызды мына жұрттың алдында паш етеміз. Одан да ашуыңызды басып, бірінші А сынып оқушыларының өнерін тамашалауға рұқсат етіңіз. Мерекемізді бастауға рұқсат етсеңіз, өте керемет болар еді. Жарайды, ендеше көрейік өнерлеріңді. Рахмет, білім патшасы. Тыңдаңыздар, оқу білім бастауы, ілім ғылым арқауы, бүлдіршінге тіл ашқан, көкірекке нұр шашқан, әліппе тойы басталды. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сөйлесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, бүлдіршіндерді шақырайық ортаға.
ата-аналар, ұстаздар, ұлағатты ұстаздарымыз да міне қонаққа келіп отыр. Бүгін бізде үлкен мереке, өздеріңіз жаңағында естігендей, өзіміздің қошбол сүйікті әліппем атты ертеңгілігі. Енді бүлдіршінде кішкентай болып балаларымыз бірінші қыркүйек күні мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған еді. Енді міне алғашқы міне үлкен керемет сіздерге концерттік бағдарламаларын қояйын деп жатыр. Осыған дайындалған еңбектерін бағалайды деген үміттемін сіздерді. Барлықтарыңызда ат салыстыңыздар. Енді осыны керемет көңіл күймен тамашалап кешімізді жақсы өткіземіз деген ойдамын. Мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға күн сәтті болсын. Құрметті ұстаздар, армысыздар, құрметті ата-аналар. Бірінші А сынып оқушыларының қошбол сүйікті әліппем ертеңгілігін бастауға рұқсат етіңіздер. Міне, біз бүгін барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліппені бітіріп отырмыз. Бүгін біз шексіз қуаныштымыз, өйткені алғаш хат танып, сауатымызды ашқан жақын досымыз әліппемен қоштасқалы отырмыз. Іші толы әріпке, білімдегі жарық не? Балалар, олай болса барлығымыз сүйікті әліппемізді ортаға шақырайық. Армысыздар жас достар, армысыздар ата-ана, болашаққа жол бастар әліппен келді ортаға. Білім деген ғажаптың әліппесін меңгерген келешегі қазақтың басталады сендерден. Таудай болса талабың, айтары көп әріптің, қуанышы ананың, қуанышы баланың. Не үйреніп, не біліп, қан ортаға салайық. Балалар, жарайсыңдар, әліппеге деген құрметіміз өте ерекше екенін бәріміз білеміз. Олай болса балалар, сүйікті әліппемізді ренжітпей, рахметімізді айтып, өзімізден кейінгі кішкентай бауырларымызға, іні қарындастарымызға табыстау, ол біздің ең басты міндетіміз. Сондықтан балалар, осы уақытқа дейін алған білімімізді көрсетіп, ән күймен, өлеңдермен өрнектеп, өнерімізді ортаға салайық. Әліппе, бүгін кешіміздің ең қадірлі қонағы, сондықтан білім тағына жайғасыңыз. Балалар, біз білім алу үшін қай жерге келеміз? Ең алғаш? Мектепке. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мектеп туралы кім қандай өлең біледі? Кім айтады? Қыркүйекте кезінде сыныпқа келіп қуанып, қалса ұстаз менімен қадалымды құп алып. Ал қошемет. Енді балалар, ата-аналарың бүгін келіп тұр, бәріміз өнерімізді көрсетеміз деп уәде бердік, солай ғой? Көңіл күйіміз жақсы ма? Жақсы балалар, ендеше оқуда озат боламын әнін орындап жіберейік ата-аналарға.
Өте жақсы, балалар керемет орындадыңдар. Енді ата-аналардың көңілдерінен шығып жатыр деген ойдамын. Балалар өздерің білетіндей, біздің елімізге ертегілер әлеміне әліпби келіп отыр. Естеріңде ма? Ендеше балалар осы уақытқа дейін әліпбиге айтатын алғысымызды есімізге түсіріп, кәне өлеңдерімізді арнайы әліпбиге арналған. Бірінші еттен ел таңбасын санадым, көк байрақ қазақтың ұрпағымның сені. Әліпби даналығы жол ашты, жаңадан пәндер жалғасты. Әліпби сырын ұқтырған, рахмет ұстаз алғашқы. Бар кітапқа бас болған, әліпби ғылым анасы. Әліпбиден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепке, білмеуші едік әріпте. Оқимыз қазір ертекте, үйреткен оны әліпби. Әліпби білім бұлағы, әліпби өмір сылағы, әліпби білім көзі, әліпби мұғалімнің асыл сөзі. Жеміске құты толама, бір-бірлеп жинап алмасан, әп-сәпте сынға қояма, еткен дәнің ойласан. Білімде сондай қарағым, біртіндеп сіңер бойына. Ұғып ал білім боларын, самсырағын, золымда көлге айналған бұлақтың, қайнар көзін көріппен, том-том қалың кітаптың, басы болар әліппен. Қара білді бас қарып, көксізіне самғасам, тауда бозып тас жарып, мұхиттарды жалғасам, таңдаңдырыр бар елді. Ғазап үйлер сала алсам, жашартатын әдемді дәріде ойлап таба алсам, сырлары көп ғылымның шешілмеген әлі де, тереңдігі білімнің керек екен бәріне. Бақ білімнен бастауын, әліпбиден бастадым. Үйге талпындым, құлшығып балын жас жаным. Қош бол құтты әліпбем, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әріппен тақылдатып сөйлеттің. Ашыла берді алдымнан кең дүние есігі, соғылға сондап алтыннан әліпби білім бесігі. Қош бол құтты әліпбем, тіл тұсауын кестің сен, аяулы ана болып сен, айыбымды кештің сен. Мұғалім мектеп мекеме, болда мешіт мекеде, мәлінен бастаған мемлекет мекен сөзі де. Өте керемет балалар, жарайсыңдар. Менің оқушыларым бірінші сыныпта кішкентай бүлдіршін етіп, мына мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған еді. Сол кезде өзім ойлап едім, ай, осыларда бір керемет ғалым, біздің министр, алдағы болашақ әкімдер шығады деп. Дегенмен ойымнан шатаспаппын балалар, керемет, өте жарайсыңдар. Енді балалар, білесіңдер, әліпби оқулығын бүкіл Қазақстан бойынша бірінші сыныптар қоштасып жатыр. Әр мектепте осы мереке тойланып жатыр екен балалар. Және де біз білеміз, мына қолында тұрған зат ол не? Ұялы телефон. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Ұялы телефонға біздің аналарымыз, тәтелеріміз көптеген уақыттарын бөледі балалар. Бірақ ол көп уақыт бөлгені көзімізге өте дұрыс айтасыңдар, зиян балалар. Енді бұл ұялы телефонға үлкендер неге үңіледі, Өйткені ол жерден олар біраз өздеріне керекті көптеген ақпараттар алады. Естеріңе түсті ма? Жарайсыңдар балалар. Енді біз білеміз, әлеуметтік желілер өте көп. Соның ішінде балалар бізге таныс ол не? Керемет балалар, білесіңдер, бұл бізде берілген TikTok. Ал кәне, енді бір сәл кішігірім ғана көрініс болсын, Кім керемет оқи алады? Міне жақсы, тағы Айнара келе ғой. Бүгін біздің TikTok парақшамызға кіріп қалсам, кішкентай Айнара қызымыз отыр екен, бірінші сыныбының. Енді бірінші сыныбының Айнара қызының қандай тапсырма салды екен, не видео салды екен деп қарасам, керемет де оқу өзіндісін қазір сіздердің орталарыңызға көрсетуге рұқсат етіңіздер. Ғарышкерлер тоқтар, талғат айдың ағалар ғарышкерлер. Олар
кез келген өздерінің оқыған мәтіндері бұл, иә, араларынан алып жатырмыз, сол себепті дайындалған жоқпыз алдын ала. Енді кішкене қателіктерге отыр, түсіністікпен қараңыздар. Ою. Әлия бояудан Әлия бояумен ою салды. Самат ою ойда. Ал Арнұр ермек саздан ою жасады. Оюлар әдемі болып шықты. Жарайсың, өте жақсы. Мақсаттан келе ғой. Айдар, Айдос, Майра, достар олар айды бақылады, ай ораққа ұқсайды, балалар ұрзақ қарады, айды бақылау қызықты болды. Өте жақсы. Ата-аналар енді осы жеткілікті деп ойлаймын. Балаларымыз енді кішкене бүгін сәл қобалжып тұр, білесіздер, үлкен мереке, сол үшін кішкене дауыстары дір-дір етіп шығып тұр, бүлдіршіндерінің енді ода тұрған қатты бір айтарлықтай, жаңағы айтарлық алатындай ескерту жоқ деп ойлаймын, балалар. Сасақтамаңдар, бәрі өздерінің ата-аналарың, өнерлеріңді керемет қылып көрсетіңдер. Келістік пе? Жақсы, балалар. Енді әліппеден өткен әріптер туралы қандай өлеңдерді білесіңдер? Алфавитте А тұрады басында. Әр қасанда Ә тұрады қасында. Байқайсың ба, Б тұрады үшінші. Ал осының сыры неде? А деген ол аналар ғой ардақты, Ә деген ол әкелер ғой салмақты, Б деген ол балалар ғой әдемі, біздің елде үшеудек әделі. Алсақ кетпес, сондықтан да арасында тұрады олар алфавиттің басында. Жарайсыңдар, балалар, керемет. Әліппе қонағымыз әлі де өзіне керемет ән күтіп отырған сияқты. Әліппенің көңіл күйі өте керемет деп ойлаймын. Әліппе. Қазір онда балалар әліппеге арналған өлемізді тарту етейік. Менің атым әліппе, үйретемін әріпке. Оқу білім сұрасаң, барлық бала дәріпте. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. А дегенім ана ғой, Б дегенім бала ғой. Меніменен достасып, білімдерін ала ғой. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42
Келгенімде алдына қызыл ара гүл алып, жақын тартты өзіне, шәкіртім деп қуанып, сипадым да басынан. Жақын тартты өзіне, бақытымның осыдан басталғанын түсіндім. Оқу оқымен достасақ, әліппемен қоштаспақ, өстіп білім бойымыз, құтты болсын тойымыз. Менің әліппем сені қолға алып пен есігін ашты мектептің, есігін ашты мектептің, ертеңгі сәуле жарық пен. Сасы қытып әліппе үйет деді әліпке, қуысақпен қостастым, әліппемен достастым, адам баста бәпті, дөхемен танытты. Әке сесе атын сен, бізге елетін әріппе, бізге нағыз ақынсың, сенен білдік әріпті. Ең алғаш алғамда әліппені қызығып, қарай бердім әріптерге. Мен үшін жұмбақ болып қалар ма еді, ұстазым оның кілтін алып берді. Қош бол құтты әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әріппен, тақылдатып сөйлеттің. Ашыла берді алдымнан, кең дүниенің есігі, соңылған сомдап алтыннан әліппе білім бесігі. Қош бол құтты әліппем, сілт сауын кестің сен, аяулы анам болып сен, айбынымды кештің сен. Алфавитті үйрендік, онда жүйе қалып бар, біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Балалар, енді біз әліппеден оқуды, жазуды, әріптерді таныдық, солай ғой? Ендеше балалар, сендердің әліппемен қатар жүретін достарың математика сабағынан білімдеріңді тексеріп көрейік. Ата-аналарың да бұған өте қызыға күтіп отыр деп ойлаймын. Қазір кәне математикадан өздеріңе берілген ұяшықтардың біреуін таңдауды ұсынамын. Мысалы, кімнен бастасақ екен? Аружан. Бесінші ұяшықты таңдаймыз. Бір жұмыртқа 10 минутта пісетін болса, 3 жұмыртқа неше минутта піседі? Логикалық сұрақ, е? 5. Бір жұмыртқа 10 минутта піссе, 3 жұмыртқа неше минутта піседі? Логикалық сұрақ, ойланамыз. Кімде қандай жауап бар? Ал тере. 10 минут деді балалар. Жауабы дұрыс па? Дұрыс емес па? Ойланыңдар. Ал енді Зереден сұрайық, не себепті 10 минут деп жауап берді екен? Мүмкін мамасы айтып қойды ма? Өйткені бәрі бір ыдыста піседі. Міне керемет, өте жақсы балалар. Хақназар. 3. Қосылғыштардың орны ауысқанымен, бұл жерде біз сөйлемді аяқтауымыз керек, е? Қосылғыштардың орны ауысқанымен Қосылдың мәнін өзгермейді. керемет, дұрыс па балалар? Ал кәне бәріміз бірге жауап берейік. Қосылғыштардың орны ауысқанымен өте керемет, жарайсыңдар. Ал енді Жанат. 2. 10 санының құрамын атау керек, кез келген. 6 қосылған 4. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар, 10 санының құрамы 6 мен 4 деді. Сезім. Бірінші яшық деді. 0 мен 30 сандарының қосындысының мәні нешеге тең? 30. 30, керемет, жақсы, дұрыс, тағы бір яшық қалды ғой деймін, е?
Ал енді балалар, бұл ұяшық барлықтарыңа ортақ болсын. Номер 4-ші ұяшық. Ғарышкер сөзінде неше буын бар? Айнара бірінші жауап берді. Қане бәріміз бірге? Өте жақсы балалар, керемет, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Балалардың барлығы міне берілген тапсырмаға өте жақсы, тиянақты, дұрыс жауап берді. Бұл ойынды енді ары қарай тағы білімімізді тереңдете отырып, жалғастыратын боламыз. Келістік пе? Терең ғылым сананың тегде ой саламын. Маңызды етіп оқыңдар математика сабағын. Балалар, енді қазір сендердің математика пәнінен жаңағы білімдеріңді тексергендеріңді ата-аналарың көрді, иә? Енді Жанат, саған сөз берейін. Жанат бағанан бері бір нәрсе айтам деп тұр. Ұстаздық еткен жалықпас деп Абай атамыз айтқандай, 42 әріпті үйреткен, білімге жетелеген алғашқы ұстазымыз Гүлмира апайға алғысымызды айтып, осы әнімізді арнаймыз. Бағанан бері қандай сыйлық деп тұрсам, осы керемет. Үлкен рахмет, балалар, керемет орындадыңдар. Ал енді балалар, біз әліппемен қоштасатын кезіміз де келіп қалды, я? Әлі әліппенің баратын жері өте көп, балалар. Сендер сияқты кішкентай мектеп бүлдіршіндер әлі қаншама әліппені күтіп отыр. Ендеше балалар, әліппеге рахметімізді айтып,
оқуға, сөйлем құрауға үйренген әліппемізді қазір қошеметпен шығарып салайық. Әліппеге біз балалар не деуіміз керек? Рахмет саған әліппе, көп нәрсеге үйреттім, таныстып әліппен, тақырдатып сөйлеттім. Балалар, сендер мені жақсы игеріпсіңдер. Мен сендерге өте ризамын. Ендеше қош сау болыңдар. Әліппемен қош айтысып қаламыз. Енді қолға басқа кітап аламыз. Ата-ана қуаныш ортақ бол. Сауатты болып шықты мені балаңыз. Өте жақсы, керемет балалар. Енді сіздер білесіздер, осы уақытқа дейін бірнеше үлкен конкурстар болды. Конкурстарға белсене қатысқан біздің оқушыларымыз өте көп. Оны айтатын болсақ, Дария бар, Аружан бар, Жанат бар, міне көптеген республикалық жарыстарға да қатысып, өз өнерлерін көрсеткен. Енді бүгін міне осындай керемет жаңағы кешімізде соларды айтып бір мақтанбасақ өте нашар болады деп ойлаймын, иә балалар? Сол үшін енді бәріміз қазір қол соға отырып, Аружан қызымыздың Қара жорға биін тамашалайық. Өте керемет, Аружан, жарайсың. Енді осы Аружанның апасына үлкен рахмет, қалмай әйтеуір қызын, немересін жетектеп, міне күнделікті апасының үлкен еңбегі тиді деп ойлаймын. Апасына бір қошемет болса. Жарайсың.
Балалар, енді біз математикадан да білімімізді тексердік, иә? Әліппедегі біздің ертегілер әлеміне саяхат та жасадық, балалар. Енді осы әліппені оқу барысында ұстазбен қоса кімнің көмегі тиді бізде? Үй тапсырмаларды орындауға кімнің көмегі тиді? Жақсы балалар, ендеше ата-аналар рұқсат болса видеоға назар аударыңыз. Анама алғаш мектепке алып келген үшін, жұмасында көмектескен үшін анама рахмет. Апарып жүрген анашымға рахмет. Рахмет, апам, сіз мені видео қойдыңыз. Бірге әкелген анамға рахмет. Анама қолдауыңа рахмет. Әкемге көп рахмет, аман болсын. Сізге белімді қан қорды. Анашым, мен сабағыма көңіл бөлгеніңізге рахмет. Тағам жасап жүрген анама рахмет. Келген анама рахмет. Республикалық байқауға қатыстырған анама рахмет. Рахмет, анашым, мен сені қатты жақсы көремін. Мен сені қатты жақсы көремін. Анам, сіз сені білген сасы анасыз. Мен анамның барына рахмет. Анама рахмет. Анама тамақ істеусің. Мектепке киім алып берген анама көп рахмет. Мен сені жақсы көремін. Әлемдегі ең күшті жансыз. Әкесі, мен сіздерді жақсы көремін. Керемет, балалар. Ата-аналар, міне сіздерге кішкене кеше сабақтан кешігіп шығып едік, осы видео аяқ астынан ойымызға түйіп, түсіп бірден балаларға, ата-аналарға қандай рахмет айтасыңдар деп негізі сұрақты қойғанда, міне өздерінің жауабын алдыңыздар деп ойлаймын. Кейбірі үй тапсырмасына көмектескенге, кейбірі республикалық байқауларға шығарғанға дейді, міне гимнастикаға апарып жатыр. Сонымен қатар тағы да қосымша өздерінің баратын сабақтары, ментальный арифметикалары бар екен. Міне осының бәрін кешегі шынымызды айтсақ видеода білдік. Еркежанның мамасы да ерекше ыстық лебізді білдірді деп ойлаймын. Жаңа күнделікті тамақ әкеліп жүреді өзі. Молодец деп отыр, мамаң өзі пісіре ма десем, иә дейді. Керемет, өте жақсы. Ең бізге бағалы сыйлық балаларға бұл ананың бізге деген көзқарасы деп ойлаймын. Енді барлықтарыңыздың бір жүректеріңізге жылу ұялады деп ойлаймын. Ендеше балалар, сендермен де бір ойын ойнадық. Енді ата-аналарыңа кезек берсек, келісесіңдер ма? Жақсы, ендеше ортаға 4 ата-ана шықса. Балалар тыныштық сақтаймыз, иә? Мамамызды көрдік, болды. Болды, қолымызды алдымызға түсіреміз. Жақсы, ата-аналар енді сіздерге де біраз қызықты болады деп ойлаймын. Бұл жаңағы шарлардың ішінде сіздерге арнайы бір тапсырма бар. Сол тапсырманы қазір бір-бірден шарт жара отырып орындайсыздар. Келістік пе? Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Ортаға таман шықсаңыз. Балаңыздың аяғының өлшемі 28. Керемет. Білеміз. Дұрыс па? Ақниет. Дұрыс па? Балаңыздың парталасы кім? Балаңыз партада кіммен отырады? Әр күн әрқайсымен отырады. Алдында Әлимен отырдым деп жүргем, бүгін білмейді. Зере, партада кіммен отырасың? Өзім отырам. Бізде сыныпта болады ғой, өте активный қыздар болады ғой. Сол активный қыздардың бірі, бұл қыздар жалғыз отырмаса көп сөйлейтін болады. Сол үшін сабағымыз тыныш өту мақсатында осылай жалғыз отырғызамыз. Келесі тапсырма. Балаңыздың ең жақын досы кім дейді? Сыныптағы Дария. Дұрыс па? Нұрбибі, сенің мамаң сыныптағы сенің ең жақын досың Дария дейді. Сол дұрыс па? Екеуі де. Яғни дұрыс дегені ғой. Енді екіншісін тағы да мамасынан біле жатармыз. Жақсы, келесі. Сынып жетекшінің толық аты жөнін. Нұғманова. Өте жақсы танысқаныма қуаныштымын. Нұғманова Гүлмира есім қызы.
Өте керемет, жақсы. Ата-аналар енді бұл ойынмен енді сіздерге сәл болса да бір қадам жақындайық деген ойда болдық шыны керегі. Енді бұл сұрақты қалай дұрыс жауап беріп отырсыздар, өйткені бұл жердегі ең басты мақсат сіздердің балаға қаншалықты көңіл бөлетіндеріңіз кішкене ғана тексеру болатын болған. Өте жақсы деп ойлаймын, барлығы өте дұрыс жауап берді. Рахмет сіздерге, осылай үнемі көңіл бөліп жүргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Жаңа енді айтып кеттік қой, тағы да өнерлі қыздарымыз өте көп деп, енді солардың бірі Жанат ортаға шықсаң, ортаға шыға ғой. Келе ғой. Жанат қызымыз өте керемет, міне 3 жастан бері өзінің әкеге арнауы бар екен. 3 жастан бері жаттаған, бұл үлкен еңбек деп ойлаймын. Енді бүгін оны көрсетпесек, бір жақтан өте үлкен қате болады. Сол үшін қазір сабырлықпен тамашалаңыздар. Әке кімі? Шомбал жігіт кіріп келді, ентелеп, кірген бойда әке деді ол еркелеп, жүруші едің маған ылғи өкпеле, кеуші едің мал болмайсың деп мені сол сөзіңді сұрақ қайтып, аласына шамасы. Аты шырулы бай Махамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Маңман басып барды да түрде отырған әкесінің алдына, алтын жіппен әдептелген жағасы, сұры жүкті тастай салды баласы. Я, сөйле деді әкесі, қандай ерлік көрсеттің, 2 ай бойы қайда жол шектің. Баласы айтты, топ бастадық 4 адам, Махамбеттің жақыны, ықыл асты өттеп, мақтап қаға қосып алдық ортаға. Бұл түйеден налымның ақылы, еркін жетер әңгіме ол біртанға. Қапасызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп сыйға тарттық сұлтанға. Ой залмай, жүзі қара залмай, мұнша залым екеніңді қалай келген танымай, бұдан өткен зор қасірет болар ма, бұдан өткен зор қасірет бола ма, деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағыңды жаба қалды, неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Дейсің деме, менің бала күнімде Махамбетті жек көремін деп едің. Рас ұлым, айтылған сөздікпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Оған себеп сенің анаң жасынан қашық болған сол Махамбет ақынға. Аққу деген кейл аққу самғаған, ал ендеше аққу татқан пендені қай атаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес, сен бірінші адамсың. Ертең сені қойып желінің өтіне ызалыр бақты күреді бетіңе. Және қайыр налы мейірін алма, кеттік қане ішігін ал қолыңа. Күн түреді ұясына батқалы, түк сүйеді меңіреу құм жатқалы. Олар өлке қара жолға түсіп ап, бір төбенің басына кеп тоқтады. Мына төбе саған соңғы шығаршын, болатын ұғарсың. Сен әріне құралайды көзі атқан оғым маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, дірілетіп ұмытқам жоқ деді ұлы. Балам, үміт өміріңнің өлшемі, өзің едің қайғым болдың еңселі. Осы жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жатенді. Дала заңа, баба заңа қарағам деп әкесі қолын алды садағын. Жарайсыз, өте жақсы келді. Керемет бір жақсы әсер алып қалдық. Үнемі біз ана туралы көп тақпақ өлеңдер айтамыз, әке туралы осылай кішкене бір сіздердің жүректеріңізге жылу болсын деп Жанатымызға үлкен рахмет айтамыз. Осы өлеңді кереметтей жаттатқан анаңа да рахмет бізден. Енді ата-аналар, тағы да бір өзіміздің активисттарымыз бар, сыныпта білесіздер, үнемі жарыстарға қатысып үлкен нәтиже көрсетіп жүрген. Сол енді Дәрия қызымыздың өнерін тамашалаңыздар. В небе жаркой Бразилии птица ослепительный бал. В море вечер, ритме гитар, жизни кипит карнавал. Джунгли тропических чаща, тайный загадок волна. Здесь под луной, над синей волной, знойное чудо мой Рио, ах, Рио, город мечты, от мечты, мой жаркий Жанейро. Мы встретимся вновь, я и ты. Я владею капоэйрой, эрой. Я любим народом Жанейро. Это уважаю. Ага. Ритмы кипучие.
горячие самбы, тащусь от самбы, словно биение сердец. Я мастер самбы. Когда по ночам гремит барабан, чудо подарит нам Рио, Рио. Город мечты, да мечты, мой жаркий Жанейро. Мы встретимся вновь, я и ты. Я люблю тебя, Рио. Жарайсың. Сұрақ қояйын. Жақсы, керемет. Көзіңізде сыныбымызда қандай керемет, өте өнерлі балалар бар екен. Ендігі кезек ұлдарда, ұлдар сендерден үлкен осындай өнер күтетін боламыз. Келістік пе? Келістік пе ұлдар? Жақсы, я деп қабақтарын түсіріп қалды. Өте жақсы. Балалар, енді біз әліппені аяқтадық. Ендігі біздің жаңа досымыз кім? Ана тілі. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше қол соғып құрметтеп ана тілі досымызды ортаға шақырайық. Туған елдің тілімін, ақылы мен танымын, түсіндірер бәріне ана тілі пәнімін. Ана тілім ұраным, ана тілім құралым, ана тілім болмаса мықты болмас тұрағым. Жарайсыңдар балалар. Енді біз білеміз, әліппеден де, басқа да сабақтардан да, жалпы мектептен деп айтайықшы, көп нәрсені үйрендік, Біз бірінші А сынып оқушылары нені үйрендік? Нені үйрендік? Жазуды. Әріптерді үйрендік. Санауды үйрендік. Жазуды, минутқа оқуды. Жақсы, жеткілікті. Тағы да? Дауысты мен дауыссыз дыбыстарды ажыратуды үйрендік, Жақсы. Енді біз балалар, келесі сұрақ сендерге, біз нені ажырата білеміз? Қара мен ақты. Қара мен ақты, өте жақсы. Тағы? Жақсылық пен жамандықты. Өте жақсы. Тағы? Түн мен күнді. Түн мен күнді дейді, өте жақсы. Тағы да? Адалдық пен арамдықты. Жақсы балалар, білеміз, міне қарама қарсы бәрі жүреді, күн болса түн болады, жақсылық болса жамандық болады. Ол өмір деген үлкен жол. Осылардың барлығы бізде кездеседі екен, балалар? Ал біз нені сүйеміз? Отан. Отанды. Жақсы. Тағы? Ата-аналарымызды сүйеміз, өте жақсы. Тағы? Достарымызды. Тағы? Мектепті, ұстазды. Өте жақсы, жеткілікті деп ойлаймын. Келесі сұрағымыз балалар, біз кім боламыз? Озат оқушы. Жақсы. Дана боламыз дейді, үздік оқушы. Тағы? Кім боламыз болашақта? Әкім болам дейді, өте жақсы. Тағы? Дидар? Үлкен азамат боламыз деген, өте жақсы. Әли? Директор одан, мектеп директоры. Жақсы, болашақ енді біздің балаларымыздың осындай азамат болуына жетуді Аллам нәсіп етсін, ата-аналар. Енді патшамызды ортаға шақырайық, сендерге бір керемет айтатын өсиеті бар екен балалар. Мынандай білімді, өнерлі, тәрбиелі, тату ұжымы жарасқан, елін жерін сүйетін, тәуелсіздік туын биік ұстап, өсіп келе жатқан балалары бар. Мектепті бүгін ешқандай дау ала алмайтынына бүгін менің көзім әбден жетті. Ендеше осы білім ордасында рухты дарынды балалар көбейе берсін деп тілеймін.
Енді балалар бағана білім патшасы кереметтей өзінің өсиетін сендерге айтты, яғни сендерге осы мектепті табыс етеді, алдағы 4 жыл бойы деп айтпай ақ қояйын, 11 жыл бойы осылай қазір қандай үздік оқушы болып жүрсіңдер, тура сондай үздік, тәртіпті оқушы болады деген үміттемін балалар. Яғни патшаның сөзіне мен де қосыламын. Енді қымбатты біздің ата-аналар, ұлағатты ұстаздар, міне келіп отырған апаларымыз, әжелеріміз бар, әкелеріміз бар. Енді сіздердің келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Балаларымыздың міне сіздерге ұйымдастырған әлі кішкене шала болса да енді бар көңілдерімен, бар өздерінің күштерімен жасаған концерттік бағдарламасы көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Уақыт өте тығыз болды, бұдан да әлі көптеген біздің өткізетін іс-шарамыз өте көп. Сол себепті енді бүгінгі іс-шара көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Барлықтарыңыздың сіздердің келгендеріңізге үлкен рахмет. Көріп отырсыздар, балаларыңыз өте өнерлі. Бұндай өнерлі балаларды алға қарай алдағы уақытта да сүйреу керек, жетістіктерге жеткізуге көмектесу керек. Ата-анамыз әрқашан аман болсын. Балалар, қымбатты менің ақылдыларым, бүгінгі міне ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған қадамдарың болса, міне бүгін сендер бір сатыға жоғары көтеріліп, әліппе оқулығын аяқтап, тағы да бір адым сатыға жоғары көтерілдіңдер. Алда білесіңдер, әлі көптеген сатылар бар, өмірдің көптеген қиындықтары бар. Сол үшін сүрінбей еш уақытта бастарыңды тік ұстап, ата-аналарыңның қолынан ұстап, ұстаздарыңның қолынан ұстап, жоғары әлі тоқтамай шыға береді деген үміттемін. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін, тек қана адал достар болсын, алдыларында тек қана кездесетін. Бүгінгі міне концерттік бағдарламамызды өздеріңнің күштеріңмен өткіздік деп ойлаймын. Сендерге балалар үлкен рахмет. Болашақта жаңа өздерің айтып жатсыңдар армандарыңды, әкім боламыз, ұстаз боламыз, дәрігер боламыз, адал азамат боламыз деп жатсыңдар. Енді Алла сол арманымызға жетуге нәсіп етсін. Әрқашан тек қана жарық күндер, керемет бақытты балалық шақ деймін сендерге. Біздің енді қазір білесіздер, тек қана ата-аналармен қоса жаңағы педагог организаторларымыз бар өзіміздің. Сол үшін Анель апайымызға сөз беріп, қазір кішкентай балаларға бір тілектеріңіз болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Бүгін осындай қош бол сүйікті әліппем деген ертеңгілік болды. Өте керемет болды. Кішкентай бүлдіршіндеріміз өте қандай сөз жоқ болып тұр. Жаңа видеоларын көріп тұра жүрегімізге тиіп, ата-аналарына қандай керемет сыйлық сыйлады сіздерге, сіздердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Гүлмира Есимовнаға рахмет, осындай ертеңгілік ұйымдастырып, Ләззат Шәдетова деген біздің ұстазымыз, тоже рахмет, үлкен ата-аналар сіздерге рахмет. Осындай бүлдіршіндерге ақ жол тілейміз. Сабақтарын тек 5-ке оқып, табысты болсын. Сабақтары тек биіктен ғана көрсете берсін сіздерге. Балаларымыз республикалық деңгейде, облыс деңгейінде, қалалық деңгейде көп орындар алып келсін осы мектебімізге. Біз өте қуанып, инстаграмға салып, сөйтіп балаларымыз дәрежелерін көтере береміз. Сол сіздерге рахмет. Рахмет сіздерге. Енді рұқсат болса, біздің жаңағы диплом, әліппе оқулығын аяқтағаны үшін. Құрметті Абдухай Зере, сені бар ғылымның беташары әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймын. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке, риза боп саған жүреміз, сүйікті біздің әліппе. Абуғай Зере. мәтінмен сыдық бір бейбіні шақырамыз.
сахнамызға Серікхан Ақниетті шақырамыз. Ақниет келе ғой. Серік Ақниет. Осындай марапатпен Рафик Мансұрды құттықтаймыз. Арунаны шақырамыз. Аруна келе ғой. Қапалақта қойыңыздар Арунаны. Қызымыз Шамбіл Дарияны шақырамыз. Абдықалып Аружанды шақырайық. Сахнамызға Әділхан Сезімді шақырамыз. Келе ғой. Дидарды шақырамыз. Қошеметтің қойыңыздар ата-аналар. Келесі Әбілжан Жанатты шақырайық. Аяқтаған үшін біздің Болат Хақназарды шақырайық. Балалар күлеміз кішкене. Малихан Али келе ғой. Жамбылды шақырайық. Қолдарымыз союзный екен. Жазайбек Жігер келе ғой. Нұрманбет Азалияны шақырайық. Келесі Жанат Диярды шақырайық. Қошеметтің қойыңыздар ата-аналар. Айнар Бек Сұлтан, Бақ Сұлтан.
Гүлмира, Кенжегүл Айнара. Осы әліпби оқулығын аяқтаған үшін Қожахмет Еркежан. Енді міне бүгінгі қош бол сүйікті әліппем атты кешімізді аяқтаймыз. Енді осы үнемі 1 қыркүйектен бастап менімен бірге жүгіріп жүрген бір сол қанаттарым, оң қанаттарым деп айтсам да болады. Ата-аналарым шыны керек әр нәрсеге көмектесіп, атсалысып жүрген. Сіздерге үлкен рахметімді айтам басым deyip тұрып, балалар осындай алтындай балаларды дүниеге әкеліп, осындай тәрбиеге жеткізген сіздерге үлкен рахмет ата-аналар. Енді арамызда бір екі ата-ана шығып, өздерінің балаларға деген жылы лебіздерін білдірсе. Аружан апас. Құрметті ұстазымыз Гүлмира Есімовна, ата-аналар, мына кішкентай бүлдіршіндер, бүгін әліппемен қоштасу кезеңі өтіп жатыр. Өте тамаша өтіп жатыр. Бұл Гүлмира Есімовнаның еңбегі деп есептейміз. Енді балаларға не айтамын? Қанаттары талмасын, білімдерін жоғары белсенді ат салысып осылай жақсы оқи берсін. Біздің болашағымыз да, тірегіміз де, Қазақстанның болашағы, тірегі осы жастар, осы жастарымыз заман болсын, жолдары ашық болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бұл бірінші еңбек Құралай апайдікі. Құралай апайымыз қалам ұстатып үйретті, партаға отырғызып үйретті. Одан кейін мінеке Гүлмира Есімовна бірінші сынып қалып, оларды қандай тамаша еңбек етіп жатыр. Бұл кісіге көптен көп рахмет. Еңбегіңіз жана берсін, деніңіз сау болсын. Әрқашанда ақ жол тілеймін. Оқушыларыңызға да, өзіңізге де көп рахмет. Сіздің алдыңызда бас иеміз. Ал енді құрметті ата-аналар, мектеп ұжымдар әке, мына қара шаңыраққа бас иеміз әке. Алғысымыз шексіз. Бас иіп, осы ұстаздарға алғысымыз көп. Және мына кішкентай бүлдіршіндердің шуақты күндері көп болсын, аман болайық, денсау болса бәрі болады. Ұстаздар, сіздерге енді жемістеріңіз жеңіздер. Көп рахмет. Ал рахмет. Жақсы, енді бүгінгі қош бол сүйікті әліппем кеші жабық деп жариялаймыз. Ата-аналарға үлкен рахмет, оқушыларға одан екі есе рахмет балалар. Жарайсыңдар. Қазір біз тез суретке түсіп алайық, бір-бірден жеке-жеке, рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Таныстық әріппен, ең алғашқы білімді алдық мол. Рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған.
шексіз бір саған